Шалфейдің пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушады басып қойуды ұмытпаңыздар. Қабынуға қарсы шалфей тек тұмауды ғана емдемейді. Әйелдер жыныс аурулары, еркек адамдардың аурулары, қандағы қанттың құрамын қалпына келтіру мақсатында көптеген ауруларға ем екенін айтатын боламыз. Витаминдер мен минералды заттарға бай бұл шалфейдің пайдасы орасан зор. Егер де жүкті болғыңыз келсе, міндетті түрде шалфейді ішіп көріңіз. Бір курстан ақ нәтиже бересіз. Шаштың түсуіне, шаштың жақсы өсуіне, көздің жақсы көруіне, күйіп қалған жағдайда шалфей теріні тез қалпына келтіру құралы ретінде пайдаланады. Асқазан ішек жолдарының жұмысын қалпына келтіреді және де терідегі безеуді кетіруге көмектеседі. Дәрілік мақсатта өсімдіктің құрғақ жапырағы да жаңасы да қолдануға болады. Ер адамдарда потенциалды арттыру үшін шалфейдің пайдасы сөзсіз екенін. Бұл қарсы жыныстың тартымдылығын арттырады. Сонымен қатар әйелдер ауруын емдеуге арналған танымал құрал болып саналады. Бұл менопаузаның басталуын жеңілдетсе де, менструацияның кешігуіне әсер етуі мүмкін. Онкологияға, бронхит, ревматизм емдеуде осы тұнбаны ішу ұсынылады. Шалфейдің пайдасы тіс эмалін нығайтады. Бұл диареяға көмектеседі, себебі құрамында тианин бар. Шалфейді кімдерге ішуге болмайды? Егер де пиелонефрит ауруымен ауыратын болса, ішуге тыйым салынады. Жөтелі күшейтуі мүмкін, сондықтан тамағыңыз ауырса, оны қабылдау ұсынылмайды. Эпилепсиялары бар кісілер ішуге тыйым салынады. Сонымен қатар сусынды қатарынан 20 күннен артық ішуге болмайды. Жүктілік кезінде және дамыған бронхитте жасалған шөп тұнбасы ішуге тыйым салынады.